Ол Шам жеріндегі шатақты жанатқа апарар жол деп білді. Сондықтан бүлікшілер қатарына қосылуды көкседі. Қаржы жинады, тегін өзгертті. Балты Россияға барып, бір айдың ішінде мен құжаттарымды дайындадым. Сонда сіз негізі туғанды Боранбай Ғалымжан. Қазір Әлімжан Тұманов. Ол не үшін? Ол дейтін артынан преследование не болмасын да. Әлімжан Ақтөбе облысында қарапайым отбасында дүниеге келді. Қызу қанды жігіт, дінге қызыққанда жақындар қуаныпты. Бірақ ол өркениеттен безген, айналасына айбат шеккен ордалы жыланның ортасына түседі. Біреуін қусаң, бәрі шабат. Түбінде кек алуды ойлайтын. Сайын Бурятский дегендердегі сондай кісілердің нелерін, лекцияларында Сабу Омар Сатстелинский, Ахмет Мединский, Надыр Абухаулет дегендер солардың нелерін тыңдап, видеоларды қарап, жылап, не болса да көмектесу керек, сондай ой болды да, сондай уже басқа саба іште бәрі қалып қойды бәрі. Айналаңда зат қалып қойды. Жұмыс негізі вообще мақсат сол болды, бару сояққа, жәрдем беру. Кез келген азаматты осы бағытқа түсіру кем дегенде бір күннен бастап, кәдімгідей бір күнде сол кісіні түсіріп алуға болады. Және де енді шамамен бір-екі айдың ішінде, әсіресе мынау алғашқы уақытында, мынау ықыластасып тұрған кезінде, дінге деген қызығушылығы көтеріліп жатқан кезінде, діндегі болатын керемет нәрселерді дүниелерді түсіндірумен бастайды. Сенім мәселесінде негіздері болмағандықтан сол бағытқа тез кетіп қалады, әсіресе сол адамдар. Псевдо-уағызшылардың айтақтауымен Әлімжан Сирия сойқанын аттанады. Ресейде жалған құжат жасатып, Түркияға ұшқан. Қалғаны жаттанды сценарий бойынша. Делдалдар күтіп алып, арнайы жатаққа жеткізіпті. Бірақ 34 жастағы азамат содырлардың қатарына қосыла алмай, басы дауға қалыпты. Назим деген Дагестан келді, Дербенттікке. Тек кафер дейді да маған. Сен дейді паспортқа қол қойдың дейді, кемсаның сояқтың заңына бас үйдің дейді. Мен де шыдай алмай, оны ұрам. Шахид боламыз, исламға көмектесем, мұсылмандар жарты сондай сөйті, и мына границаға келген кезде смутаның бәрін, бүткіл нелердің фитнаның бәріне көзің ашылып атады. Бүлікшілердің арасындағы фитна Әлімжанға ой салып, ол Сирия территориясына өтуден тартынады. Елге оралсам сотталам деп қауіптенеді. Өзі сияқты кімге сенерін білмей, есеңгіреп жүргендермен Вазиристанға бағыт алады. Бірақ Бішкек әуежайында тұтқындалды. Мен біліп тұрмын, ол дейтін немесе бір спецслужба, бірақ жүрегім сөйлеп, бауырым деп жұмсақ қандай сөйлеп жатыр да. Ең андай да қатты жақсы сезім да, ол ең бақытты деген ше. Андай мақсат деген осы екен деп жүріп, например, понимаешь, что тебя обманули. Олардың негізгі оқитыны бар жоғы брошюралар ғой. 3 негіз, қағида, 4 қағида, исламнан шығаратын ережелер және таухид кітабы деген өзі бар жоғы мынадай ғана. Бір елі кітаппен мұсылманның сенімін өлшейді, бір елі кітаппен. Ол дұрыс емес. Таза адасушылық. Ешқандай күмән жоқ. Әлімжан 8 жылға сотталды. Сот процесі кезінде мемлекеттен ата-анасынан кешірім сұрады, ал 2 баласына хат жазуға күнде оқталады. Бастайды, бірақ аяқтамайды. Террорлық топтарға қосылмақ болғанын айтуға жүрегі дауаламайды. Самый қымбат не бар онда? Осы өмірде, ол семьяда бақыт дейтін басқа жерден іздейміз. Бақытты боламыз, андай боламыз деп. Мен бұл құстарды күнде дейтін өзімнен түскі асымнан қалған нандарды жинап, мен күнде осылай шығып сеуіп. Күнім дейтін осында осы көгершіндерді асыраумен өтіп жатыр да. Бостандығы бар, өз еркісі бар.
Әлімжан дінге қызмет ету үшін алдымен жақсы адам болу керектігін ұққандай. Бірақ кеш түсінді.